Сәлем қыздар, бүгін бізде өте ерекше тағам. Бұл тағамды Қазақстанда әр қалада әртүрлі атап жатады. Мен бұл тағамды жаппасай деп атаймын. Және комментария қалдырыңыз, бұл тағамды сіз не деп атайсыз? Егерде қамыры осындай дәмді, тәтті болып жабыспай піскенін қаласаңыз, видеода менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырып аламыз. Одан соң етті қуырып жатқан кезде астын басып, кішкене суына бұқтырып аламыз. Мінекей етіміз жақсылап қуырылды, төртбұрышлап туралған пиязымыз саламыз. Кішкене араластырып, сәбізіміз саламыз. Сәбізді де төртбұрышлап, барлық көкөністердің барлығын төртбұрышлап турайсыз. Бұрышымызды да, түрлі түсті бұрышымызды да турап салдық. Келесі кезекте капустамызды да төртбұрышлап турап салатын боламыз. Келесі кезекте картошкамызды да төртбұрышлап турап салатын боламыз. Жақсылап барлық көкөністерді араластыра отырып қуырамыз. Көкөністердің дәміне тұз сіңу үшін тұзды да қосып салып араластыратын боламыз. Келесі кезекте мінекей томатымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көп қуырып жібермеңіз томатты, өйткені томаттың дәмі шығып кетуі мүмкін. Сол үшін сәл ғана қуырамыз да, одан соң салқын су құямыз. Бұл жерде су өте маңызды. Көкөністер сәл ғана суға батып тұру керек. Өйткені байқасаңыз, бұл жерде картошка тез пісетін тағам. Суымыздың қайнағанын күтетін боламыз. Ол кезде біз нанымызды жаятын боламыз. Нанды мен тұзды суға жай ғана жылы сумен илеймін. Мінекей қатты да емес, өте жұмсақ та емес қылып, орташа қылып нанды илеп алдым. Мінекей қамырымызды дөңгелек қылып, өте жұқа қылып, мантыға жасағандай қамырымызды сондай жұқалықта жаятын боламыз. Жақсылап нанымызды жаямыз. Одан соң пісте май, жаңағы сұйық майымызды құямыз. Бұл сұйық майдың құю себебіміз нанымыздың ортасы жабысып қалмас үшін. Жақсылап барлық шеттеріне жететіндей қылып сұйық майды жағамыз. Одан соң оқтауымызға орап аламыз. Жақсылап тездетіп ораймыз бұл сәтте, өйткені нанымыз жабысып қалуы мүмкін. Нанды ұзақ ұстап қалмаңыздар. Тез-тез орап кесетін боламыз қазір. Мінекей нанымызды кесіп, одан соң мантыға кескендей төрт бұрыштылап, бұны да кесіп аламыз. Осы сәтте қазанымызда суымыз қайнады. Байқасаңыз, суым өте көп емес, өйткені нан судың бетінде тұру керек. Нан суға батып кетпеу керек. Егер суыңыз көп болып кететін болса, наныңыз езіліп кетуі мүмкін. Бұл буға пісетін болғандықтан мантаваркаға пісірсеңіз де болады, міндетті емес. Маған осылай пісірген өте ыңғайлы. Байқасаңыз, менің қамырым суға батып тұрған жоқ. Сіздердікі де осындай болсын десеңіздер, жаңағы подливкаңызға суды көп құймаңыздар. Бұл қамыр буда пісу керек. 35 минут күтеміз. Бетінде осындай су бар болса, кішкене қасығымызбен көтеріп, астына түсіретін боламыз. Мінекей қамырымыз да пісті. Ендігі кезекте әсемдеп ыдысымызға салатын боламыз. Қамырымызды қалайынан ретімен салып шықтық, керісінше солайынан қамырды алып шығасыз. Мінекей қамырды ыдысымыздың айналасына салатын боламыз. Ортасына, яғни подливымыз тұратын болады. Мінекей асымыз дайын болды. Әсемдік ретінде көк шөптерді сеуіп қойсақ болады, және дәмін кіргізеді. Жасап көріңіздер, өте дәмді тағам, және де тойымды. Сіздерге менің тағам ұнаған болса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз, каналыма тіркеліп қойыңыз.
Рахмет.